Артиллерия, соғыс құдайы деген ұғым осы қарудың қауқары мен айбарын айқындайтынына ешкімнің күмәні жоқ. Қазірде кез келген соғыстың операциялары артиллерия қаруларының сүйемелдеусіз өткізілмейді. Бүгінгі таңда Сағдат Нұрмағамбетов атындағы Құрлық әскерлері әскери институтының бірінші курс курсанттары МТ-12 100 мм танкке қарсы зеңбірегінен өздерінің алғашқы атыстарын орындайды. Аттам! Артиллерийске дәлдік, жинақылық, тәртіп, ұқыптылық, жауапкершілік, математикалық қабілет сияқты қасиеттер ауадай қажет. Өйткені ол шынайы ұрыс жағдайында күрделі әскери техниканы басқара білу керек. Бүгін біз қозғалмайтын нысананы түзу атыспен жою біраз жаттығуын орындадық. Бұл біздің артиллерия саласындағы ең бірінші түзу атыс болып саналады. Әр курсант зеңбірек командирі мен көздеуші лауазымдарында өтіп болды. Алдымызда қойылған мақсаттарымызда біз артиллерия әскерлерінің ең үздік офицерлері боламыз деп сенеміз. Жауынгер артиллерист мамандығы тек батылдық пен адалдықты ғана емес, олардың жауынгерлік қабілеттеріне сәйкес атыс міндеттерін орындау кезіндегі нысаналарды анықтау, шебер жоспарлау мен бөлімшелерді басқару бойынша нақты білімді қажет етеді. Осылайша кәсіби шеберлікті талап ететін атыс оқу-жаттығулары өз мәресіне жетті. Осындай оқу-жаттығуларды бірінші курс жеке құрамы алдағы уақытта жиі орындайтын болады. Тұрар Жұбатов, Аида Бектурова, Әлі оқу орталығынан.